Достар, макты начинка дайындаймыз. Ол үшін макқа су құйып, отқа қоятын боламыз. Және де суы тартылғанша қозғап тұрамыз. Мінекей, мак дайын болды. Енді оны құрғатып әрі суытып қойып қоямыз. Келесі кезекте құрғатып алған макқа қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді булочкидің формасын шығарамыз. Ол үшін тестамызды орташа қалыңдықта жайып алып, бетіне жұмсақ сары майды жағамыз. Сары майды жағып болғаннан соң, макты начинканы видеода көрсетілгендей етіп, тестамыздың бетіне орналастырамыз. Макты орналастырып болғаннан соң, тестаны рулет тәрізді етіп орап аламыз. Тестаны тігінен қойып, оны өткір пышақпен кесіп аламыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп, бір-бірінің үстіне тастап өретін боламыз. Тестаны орап алғаннан соң, соңғы бөлігін бастапқы кесілмеген бөлігіне қарай біріктіреміз. Мінекей, формамыз дайын. Келесі формаларды да дәл осылай жасаймыз. Достар, барлық булочкилердің формасын шығарып болғаннан соң, олардың бетін ауа тимейтіндей етіп, пищевой пленкамен жауып қоямыз. Және де міндетті түрде жылы жерге 40 минутқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз.